Ассалаумағалейкум достар, рахмет жаман арнасына қош келдіңдер. Және мен бес түрлі шайды айтатын боламын. Олай болса бастайық. Маринга шай, көк шай, қара шай, қызыл шай, ташкент шай. Осындай 5 түрлі шай, және де олардың зияны мен пайдасы. Көк шай мен ташкент шай пайдалы. Ташкент шай адамға көмектеседі, көк шай адамның қанын сұйық қылдырады. Ал қара шайдың зияны ол қанды қоюлатады. Және де қара шайды онша көп ішкен дұрыс емес. Қара шайдың орнына көбінесе су көк шай ішу керек. Ал қызыл шай бұл қара шай мен көк шайдың қосындысы қызыл шай. Мысалы сіз қара шайдың үстіне көк шайды құйып көрсеңіз, оның түсі біртүрлі болып кетеді, және де ол қызыл шай деп аталады. Сіздермен болған жақсы мен жаман арнасы қош-аман жақсы болыңыздар. Және де мен маринга шайын айта алмадым. Достар, кешіріңіздер, оған айтатын онша уақыт жетпей қалады. Сіздермен болған карточка